Осы сабақта мен сіздерге жалпы марш бросок деген бір керемет технологиямен бөліскім келеді. Бұл уже сіздердің күнделікті жаңағы жүріп тұрған системаларыңызды, воронкаларыңызды, жалпы кәсіптеріңіздің бір эксперт болсын, бірнеше эксперт болсын, любой жүйеңізді келесі этапқа системно шығару үшін және аптадан апта сайын жаңа деңгейге табыс жағынан немесе басқа да бір ключевой факторларды көрсеткіштерді жақсарту жағынан болсын, мықты жұмыс жасайтын технология. Біз оны өзімізде қолданғанбыз и әлі де қолданамыз. Бұл марш бросок технологиясының ең кереметі сізге бір аптада бір ключевой задачаға фокус қоюға көмектеседі. Және сол фокус қойылған задачаның қалай жүзеге асқанын және қалай жүзеге асатынын план факт методикасымен көруіңізге, нәтижелеріңізді зерттеуге, аналитика жасауға, барынша ашық қарауға өте мықты көмектесетін құрал. Енді марш бросок деген бір айға, немесе бір жылға, немесе бір күнге, немесе бір аптаға қойға болады. Обычно біз оны бір аптаға қоймыз, яғни бір аптаға белгілі бір мақсатты айқындап, сол мақсатқа жету жолында не жасауымыз керек, қалай жасауымыз керек, соны көрсетіп алып, сол бойынша жұмыс жасаудың алгоритмі. И осы жерде бір керемет таблица бар, бұны сіздерге біз осы видеоның астында береміз. Бірақ түсініп алай қалдым мен, міне. Допустим, марш бросок бір аптаға деп алатын болсақ, біз алдыңғы аптада, мысалға бізде марш бросок именно отдел продаждың выручкасы бойынша, немесе там вебинарный воронканың выручкасы бойынша болатын болса, все, марш бросок номер 1 бірінші аптаға. И өткен аптада бізде апталық айналым қанша болды, соны жазамыз. Одан кейін апталық сатылым саны қанша болды и жаңа сатылым суммасы. То есть мына жердегі метрикалардың бәрін сіздер өздеріңіз өзгертсеңіздер болады, проблема жоқ. Бірақ ең басты болатын нәрсе ол апталық айналым, количество сделок, сумма сделок и средний чек. И таза тапқан пайда қанша болғанын жазасыздар, иә? Өткен аптада болған результатты белгілеп аласыздар. Енді осыдан кейін, то есть А нүктесін анықтап алғаннан кейін сіздер смарт техникасы бойынша ол туралы да толық ақпарат осы видеоның астында болады. Келесі аптаға дәл осы көрсеткішке сүйене отырып, келесі аптаға жоспар құрасыздар. Мысалы бізде 167 теңгемен вебинарға 1330 лид шақыру және 7 күнде автоплата, яғни автоплатамен 100% роуминг жасау, яғни маркетингке кеткен ақшаны толыққанды ақтау, үстінен прибыль көру деген мағына. То есть точный метрика, сандар, нәтижелер көрсетілген. Все. И сол кезде бізде апталық сумма қанша болатын уже план шыққан, көрдіңіз бе? Апталық сумма план. Одан кейін ары қарай біз уже декомпозиция жасаймыз. Мына суммаға жету үшін маған не керек? Қандай өнімдер сату керек? Немесе там бесплатник осынша болу керек, трипвайр осынша болу керек, негізгі өнім осынша болу керек, өнімнің аттарын, сатылым санын қанша болу керек екен, әр қайсының средний чегі қандай екен, бұл жоспарыңыз. И дедлайн, нешесіне дейін екен. И мынау планыңыз, әр қайсының планы шығады, то есть сіз средний чекті жаңағы стоимость алған кезде, общий сумма шығады әр қайсысы бойынша. Кейін апта өткеннен кейін барып сіздер фактически қанша орын жазасыздар. Мына жаққа әр қайсына қай өнім қанша сатылды, қанша адам келді, қанша клиент алды, жазып шыққаннан кейін сіздерде толыққанды фактически, то есть жоспарланған планнан қанша факт бойынша орындадыңыздар шығады. Одан бөлек сізде таблицаның соңында сату воронкасы деген бөлім бар. Ол жерде жаңағындай қанша лид келді, оны қанша хабарласты, қанша алды, қанша алмады деген сияқты конверсияларды қарауға болады. Енді сіздер осыны бір рет толтырғаннан кейін келесі мақсатты айқындаған кезде сіздерде уже сатылым санын көтеру деген абстрактна болмайды. Сіздер мына жаққа қарайсыздар, где у вас андай ең әлсіз точка қай жерде екенін анықтап, может быть, сайттың конверсиясы қалуы мүмкін бір жерде. Все, задача келесіне уже сайттың конверсиясын осынша есе көтеру деген сияқты смарт бойынша қоясыздар да, сонымен отрабатывайте. Бұл методиканың, бұл марш бросоктың ең күштісі, то что сізде әр апта сайын сіздегі кәсібіңіздегі узкое горлышканы тауып, соны жақсартып отыру көмектеседі.
табу үшін не істеу керек? Всегда план фактпен жұмыс жасайсыз и фактически сандарды алған кезде қай жерде минус, қай жерде плюс екенін қарап, и сонымен жұмыс жасауға керемет мүмкіндік береді. Сондықтан мынау маржбасовты міндетті түрде қолданыңыздар, өздеріңіздің кәсіптеріңізге, воронкаларыңызға, системаларыңызға енгізіңіздер и апта сайын нәтижелеріңізді еселеуге көмектесетініне мен сенімдімін.